Neurogimnastikалық жаттығулар жасап, зейінімізді шоғырландырып, ойымыз одан ары қарай сабаққа деген зейініміз ашу үшін біз қазір жаттығу жасаймыз. Қандай жаттығу жасаймыз? Қоян мен мысық деген. Әнекей, қоянның екі құлағы бар, мысық. Бірге жасаймыз. Бірге. Енді екі қолды ауыстырамыз. Күшті қылып көрсетеміз міне маған. Әне көрсетіп отырып. Екіншісін ауыстырамыз. Қайтадан. Ауыстырамыз. Әдемі болып көрсетіп отыр. Өте тамаша балалар. Екінші қолды ауыстырамыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі кофе таяқшасы арқылы сіздерге ашық сұрақтар қоямын. Қолындағы кофе таяқшада қай баланың аты жазылған, сол бала орнынан тұрып жауап бере қойсын. Жан сезім. Қазақ тілінде неше әріп бар? 42 әріп бар. Олар нешеге бөлінеді? 2-ге. Қандай? Дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар. Өте тамаша, отыра ғой. Ерасыл. Дауысты дыбыстардың ережесінде қалай айтылады дауысты дыбыстар? Әндетіліп, еркін айтылады. Отыра ғой. Келесі Аида. Аида. Әріп дегеніміз не? Әріпті көреміз, әдемілетіп жазамыз. Отыра ғой. Келесі кофе таяқшасында менде Айзере. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты естиміз, аузымызбен айтамыз. Жақсы, отыра ғой. Келесі маған айтады. Ясина. Дауыссыз дыбыстар қалай айтылады? Тісімізге ұшырап кетеді. Кедергіге ұшырап қалады. Өте тамаша, отыра ғой. Жасыл, көк, жасыл, Өте тамаша, отыра ғой. Мұхамеджан. сары, қызыл, қара. Өте жақсы, отыра ғой. Әріптер тізбегі дегеніміз балалар, жұптық жұмыс. Бұл жерде біздер берілген әріптердің ішінен буындарды іздейміз. Буындарды табады екенбіз балалар. Әріптер беремін. Буындарды әріптердің ішінен буын табамыз. Маған тақтаға бір оқушы шығып, мына жерден буын табу керек. Аида шыға. Бірінші жолдың ішінен маған буынды тауып бере ғой. Қалғандарды жұмыс жасай береміз. Жұп болып жұмыс жасаймыз. Мынаның ішін бүйтіп, көзбен қарап шық, қандай буын көріп тұрсың біз өткен. Жайлап, өзіңмен жүргізіп өтіңіз. Қандай буын бар? Ла деген буын бар дейді. Өте жақсы. Тағы қандай буын бар? Бірінші жолды қарап шық. Ар дейді. Өте тамаша. Отыра ғой. Ағынет, екінші жолдың ішінен бізге буын тауып бере ғой. Қандай буын көріп тұрсың? Біз өткен буындардың ішінен. Қандай буын өттік, соны маған айта ғой. Ла. Өте жақсы. Тағы. Басынан бастап жүріп отырамын. Қандай буын өттік мынаның ішінен біздер? Екі әріптен тұратын буын, үш әріптен тұратын буын. Ағынет. Ала. Ала қай жерде тұр, көрсете қойшы. Қай жерде тұр ала деген сөз? Өте жақсы, өте жақсы. Тағы қандай сөз бар? Ағынет, қарап шық. Екінші жолды қарап шық. Мұқият қараймыз. Көрсете ғой. Қайсы ала деген сөз? Өте жақсы. Отыра ғой. Соңғы жолда қандай буын бар бізге айтып бере ғой. Соңғы жолды қара. Қайсымен ұстап көрсетеді.
Жарайсың. Тағы қандай сөз көріп тұрсың? Көрсете ғой. Өте тамаша, отыра ғой. Балалар, алдымыздағы жерге қойып. Балалар, біздер сабақты бекіту барысында бинго ойынын ойнаймыз. Ойынның шартымен түсіндіріп өтейін. Қолдарындағы жетондарды ұстап отырасыздар. Менде тақтаға назар аударамыз. Бинго ойыны. Қараймыз. Бұны қай жерден көрдік балалар біздер бинго ойынын? Қай жерден? Я мультиктен, телевизорден көрдік. Қарай балалар. Мына жерде сандар не істеп жатыр? Араласып жатыр. Мен қазір осы жерде сандардың біреуін тоқтатамын. Сол кезде мына жерде қандай сан шығады? Сол адам орнынан тұру керек. Неше деген сан шықты? 5 деген сан шықты. Иә? Бинго. Өте тамаша. Бинго. Ахметке сұрақ. Әріп дегеніміз не? Әріпті көреміз, әдемі қылып жазамыз. Өте тамаша. Отырамыз. Ары қарай кеттік. Бинго жалғасуда. Бинго қазір қай сан түседі екен? Мұқият қарап отырайық. 4 саны түсті. Кімде 4 сан? Бинго деді. Қазір Ясинаға сұрақ қоямыз. Ал кеттік. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты естиміз, ауызбен айтамыз. Өте жақсы. Отырамын. Ары қарай қандай сан шығады, соны адам бинго деп айтып тұрсыншы, оны айқайлап. 7 сан. Бұнға өліп оқы. Қандай сөз шықты? Арала. Келесін ол. Уа. Не болды сонда? Ауа. Қолымыздағы сандарға қарап отырамыз. 2 сан түсті. Кімде 2 сан? Бинго. Қазір саған сұрақ қоямыз. Сөздің ортасында р дыбысы кездесетін сөз ойла дейді. Ортасында р деген әріпі бар, бізге сөз айтамын. Қандай сөз бар? Сөздің ортасында кездесетін. Ойланып отырмын. Сөздің ортасында кездесу керек. Р деген әріп. Мұхамеджан, ойланып отырамыз. Иә? Кім көмектеседі Мединаға? Ара. Тағы қандай айттың Айзере? Зымыран. Зымыран дегенде р дыбысы қай жерде? Ортасында. Дұрыс айтасыңдар. Отыра ғой. Ары қарай бинго жалғасады. Қараймыз. 6 саны кімде? Бинго. Жан сезімге түсті. Не түсті? Не түсті? Подарка түсті. Сюрприз дейді. Дұрыс айтады. Сюрприз. Бүгінгі біздің сюрпризіміз жан сезімге қандай әріпті бастапты? Деген әріпті бастапты. Алманың пішіні қандай? Түсі қандай? Дәмі? Жан сезімге тәтті болып жүрсін деп не береміз? Алма береміз. Өте жақсы. Жан сезім орнына отыра ғой. Жан сезім сұраққа жауап бермейді. Себебі жан сезімге сыйлық, подарка. Дұрыс айтасыңдар. Сыйлық түсті. Жақсы балалар. Балалар. Қазір мен сіздерге ер балаларды тақтаға шығарып, мына жерде тұрған аралардың үстіндегі әріптерді табу арқылы ара ойынын ойнатамын. Ес бол шығару. Мен қандай әріп айтам, сол әріптің үстін ұрасың. Қолыңа, менің қолымда сапалақтал. Мен бір әріп айтам, соның үстінен ұрасың. А деген әріп тауып көрші. Дұрыс па балалар? Иә! Марапаттаймыз. Отырамыз. Келесі Айсұлтан келе ғой. Айсұлтан мына жақта да бізде аралар ұшып жүр, сондықтан мұқият боламыз. Жақындаймыз. Деген әріпті тауып бере ғой бізге. Дұрыс па балалар? Иә! Өте тамаша Айсұлтан. Отырамыз. Келесі маған шығады.
Ой, молодец.